Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін қазақ тілі сабағы 2-ші сынып. 15-ші сабақ тақырыбы сен не үйрендің? 32-ші, 33-ші беттер. Мен Майлыбекова Айнагүл Амантайқызы. Здравствуйте, ребята! Сегодня урок казахский язык, 2 класс, 15 урок. Тема урока «Чему ты научился?» 32-33 страница. Учитель я, Майлыбекова Айнагүл Амантайқызы. Ақпанның 10 тақырыбы «Мен не үйрендім?» Сөздік жұмысы. 10 февраля. Тема урока «К чему я научился?» Словарная работа. Денсаулық, здоровье. Спорт, спорт. Тағам, еда. Он бесінші сабақ сен не үйрендің? Сен дәрігерлік кеңеске қатысты сөздермен таныстың. 15 урок. Чему ты научился? Ты научился, то есть ознакомился с словами, которые связаны у консультации врача. Сен дұрыс тамақтануды үйрендің. Ты узнал правильного питания. Сен пайдалы және пайдалы емес тағамдарды ажыратуды үйрендің. Ты научился отличать полезные продукты от вредного. Сен күн тәртібін жасауды үйрендің. Ты научился составить режим дня. Тазалықтың не екенін түсіндің. Ты узнал, что такое гигиена? Сен рөлдік ойын көрсетуді білдің. Ты научился показать ролевые игры. Бірінші тапсырма тыңда, сұраққа жауап бер. Первое тапсырма слушайте, ответьте на вопросы. Қолыңды жу, мой руки. Ақылымды тыңда, тазалық бар мұнда. Таңда, түсте, кеште, қол жуудан тынба. Слушай мои советы. Здесь есть чистота. Утром, днем и вечером мой свои руки. Өнемдесең гүлдеп, таза жүру міндет. Тазалық бар жерге жоламайды індет. Если ты хочешь расти, нужно соблюдать чистоту. Где есть чистота, там и не будет никакая болезнь. Сұрақ өлең не туралы? Вопрос. О чем? Стихотворение. Екінші тапсырма оқы, мәтін мазмұны бойынша сұрақ қой. Вторая тапсырма читай текст и задайте вопросы по тексту. Футбол. Балалар футбол ойнауға жиналды. Дети собирались играть в футбол. Асқар қақпашы болды. Асқар стал вратарем. Оның иті Ақтөс қақпа жанында тұр. Его собака Ақтөс стоит возле вороты. Футбол ойыны басталды. Начался футбол. Бір кезде доп Асқарға қарай ұшты.
Вдруг мяч полетел в сторону Оскара. Допты ұстай алмаған қақпашы жығылып жатты. Вратарь, который не смог ловить мяч, вдруг упал на землю. Балалардың шулаған дауысы шықты. Вдруг были слышны крик детей. Оскар орнынан тұрып артына қарады. Оскар встал с места и оглянулся назад. Ақтөс допты алдыңғы екі аяғымен ұстап отыр екен. Ақтөс ловил мяч с двумя лапами. Оскар қуанып кетті. Оскар обрадовался. Үшінші тапсырма. Суреттерге қара, мен спортты таңдаймын тақырыбына мәтін құрастырып айт. Третье тапсырма. Смотрите на рисунки и составьте текст «Я выбираю спорт». Үйге тапсырма. Төртінші тапсырма, 33-ші бет. Домашнее задание, страница 33, 4 тапсырма. Жазайық письменно. Әр қатардан мезгілді білдіретін сөздерді тауып жаз. Вы пишите слова, которые обозначают время. Тапсырды, көтерілді, барды, бүгін. Тексерді, тыңдады, таңертең, кеңес берді. Айтты, кеші, тазалады, қарады. То есть, ребята, вы должны выписать слова, которые указывают время. Құрметті оқушылар, осыменен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Ребята, у нас сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания.